Сәтбаев қаласында жаңа медициналық орталық бой көтереді. Жаңа клиникада дәрігерлік және кешенді емдеу диагностикалық қызметтері көрсетіледі. Аталған орталықты Қазақмыс компаниясы Ұлытау облысының әкімдігімен арадағы өзара түсіністік және ынтымақтастық туралы меморандум аясында салады. Сондай-ақ Сәтбаев қаласы халқының денсаулығын сақтау және нығайту бағдарламасын іске асыру көзделген. Жобаға Кореялық Гачон университетінің мамандары мен Оңтүстік Кореяның медициналық ұйымдарды салу жөніндегі сарапшылары тартылды. Толығырақ келесі материалда. Оңтүстік Кореядан келген шетелдік делегация Қазақмыс компаниясының өкілдері Жезқазған медициналық орталығының, Сәтбаев клиникасының және жобалау ұйымының қызметкерлері жаңа медициналық орталықтың құрылысына қатысты барлық мәселелерді талқылау үшін бас қосты. Дәрігерлердің айтуынша, мұнда медициналық қызметтің толық кешені көрсетіледі. Орталықта диагностика, физиотерапия, оңалту кабинеттері болады. Сонымен қатар әртүрлі мамандар науқастарды қабылдайды. Учитывая пожелания жителей, тұрғындар мен Қазақмыс корпорациясы қызметкерлерінің өтініштерін ескере отырып, бұл медициналық орталықта салу жоспарланып отыр. Біз бұл жобамен көптен бері жұмыс істеп келеміз. Аумақ, ғимарат, кеңселер, бөлімдердің жобасы әзірленді. Біріншіден Сәтбаев үшін бұл диагностикалық қызметтер, екіншісі Қазақмыс корпорациясының жұмысшыларына арналған өндірістік медицина, яғни медициналық тексерулер мен еңбек гигиенасы ең заманауи деңгейде болады деген сөз. Жоғары сапалы және сараптамалық жобалау жұмыстары үшін шетелдік мамандар тартылды. Өткен аптада Сәтбаевқа Оңтүстік Кореядан 8 сарапшы келді. Олардың қатарында денсаулық сақтау саласының білікті менеджерлері, профессорлар, медициналық ұйымдар құрылысының сарапшылары, сондай-ақ IT мамандар бар. Оңтүстік Кореялық делегация өкілдері жаңа емханаға қатысты ұсыныстардан бөлек Қазақмыс компаниялар тобының сенімгерлік басқаруында жұмыс істеп тұрған Жезқазған медициналық орталығына жоғары баға берді. Сәтбаев медикал клиник центр көрлебе. Біз барлық халықаралық талаптарға жауап беретін медициналық орталықты жобалап құруды көздеп отырмыз. Біздің ойымызша Қазақстанда IT индустриясы өте жақсы дамыған және қарқынды түрде ілгерілеп жатыр. Сондықтан қысқа мерзімде елдегі денсаулық сақтау жүйесін жақсартуға көмектеседі деп санаймыз. Қазір Қазақстанда алғашқы медициналық санитарлық көмек өте дамыған. Көптеген көршілес елдерден алда. Енді қаланың амбулаториялық қызметін жақсарту үшін осы медициналық орталықта аталған жетістіктерді барынша жүзеге асыру міндеті тұр. Қазақмыс корпорациясы әлеуметтік бағыттағы компания. Әлеуметтік жобалар ішіндегі Сәтбаев қаласындағы медициналық орталықтың құрылысы ерекше орын алады. Оның мақсаты жұмысшылардың, кеншілердің, олардың отбасы мүшелерінің, сондай-ақ халықтың денсаулығына қамқорлық жасау. Қазақмыс корпорациясы бұл жолы да басқа жобалар сияқты жоғары деңгейде іске асыруда көздеп отыр. Нысанның құрылысын 2025 жылы бастау жоспарланып отыр. Жаңа медициналық орталық Қазақмыс компаниясы мен Ұлытау облысы әкімдігінің арасындағы өзара түсіністік пен ынтымақтастық туралы меморандум аясында салынбақ. Сонымен қатар Сәтбаев қаласы тұрғындарының денсаулығын нығайту және сақтау бағдарламасы аясында жүзеге асырылып отыр. Бақтнұр Әлбай, Айман Сағатай.